Борат фильмінің режиссері әрі басты рөлді сомдаған актер Саша Барон Коэн не себепті Қазақстанды фильмге арқау еткенін түсіндіріп, мәлімдеме жасады. Бұл жай ғана комедия. Менің фильмімдегі Қазақстанның шынайы Қазақстанмен ешқандай байланысы жоқ. Мен Қазақстанды Америка Құрама Штаттарында ешкім біле бермейтіндіктен аталмыш елді таңдадым. Бұл бізге жабайы, комедиялық, жалған әлем құруға мүмкіндік берді. Нағыз Қазақстан бұл Боратта көрсетілген елге мүлдем ұқсамайтын заманауи, мақтан тұтар қоғамы бар көрікті ел, деп Сашаның сөзін келтірді басылым.